Түстік фильм ұсынады. Баян Мақсатқызы, Қазақстанның ең танымал продюсері, актрисасы және тележүргізушісі. Сондай-ақ, еліміздің мәдениеті мен өнерін әлемге танытуға зор үлес қосқан тұлға. Ол 1974 жылы 9 қаңтарда дүниеге келген. Бала кезінен суретші болуды армандағанымен, анасының ықпалымен педагогикалық институтқа оқуға түсті. Алайда, шығармашылыққа деген махаббаты оны кино факультетіне алып келді, және ол өз арманын жүзеге асыру үшін 3 жыл оқығаннан кейін кино саласына қадам басты. Баянның алғашқы кәсіби жетістігі 1993 жылы «Махаббат бекеті» фильмінде басты кейіпкердің сүйіктісін ойнағаннан кейін басталды. Бұл рөл оның актерлік карьерасын өркендетіп, көпшіліктің жүрегін жаулады. Сонымен қатар, ол тележурналистикада да табысты жұмыс істеді. Казмуды бітірген соң, жаңалықтар журналисті ретінде кейіннен түрлі телебағдарламаларды жүргізіп, халыққа танымал болды. Сары салон мен Настиле бағдарламалары оның жүргізушілік шеберлігін дәлелдеді. 2006 жылы Баян Мақсатқызы қазақтың танымал кешью топтарының продюсері болып, музыкалық жобаларға жетекшілік етті. Бұл кезеңде ол көптеген талантты жастарды тәрбиелеп, оларды халықаралық байқауларда жеңімпаз етті. 2010 жылы ол «Жұлдызға арналған коктейль» фильмінің продюсері болып, басты рөлдердің бірін сомдады. Бұл фильмнің жалғасы 2011 жылы түсіріліп, тағы да халықтың көңілінен шықты. 2013 жылы «Абайлаңыз сиыр» фильмінде басты рөлді ойнап, кино әлемінде тағы бір үлкен қадам жасады. Баян Мақсатқызының еңбек жолы түрлі марапаттармен бағаланды. 2014 жылы ол «Власть» басылымының Қазақстанның ең ықпалды 50 әйелінің қатарына енді. 2019 жылы People Award сыйлығында жыл продюсері атағын иеленді. Ал 2021 жылы Қазақстанның тәуелсіздігіне 30 жыл толуына орай мерейтойлық медальмен марапатталды. 2022 жылы Қазақстан Республикасының президенті жарлығымен ерен еңбегі үшін медальмен марапатталды. Баянның шығармашылығының тағы бір қыры оның жеке өмірі мен көзқарастарын жұртшылықпен бөлісетін кітабы. 2017 жылы Баян «Мен туралы ғана емес» атты кітабын шығарды. Онда ол өз өмірі мен шығармашылық жолын баяндайды. Кітаптан түскен қаражаттың көп бөлігі әйелдер құқығын қорғау қоғамын құруға жұмсалды. 2024 жылы Баян Мақсатқызы жаңа «Жауап бер» фильмін жарыққа шығарды. Бұл фильм әйелдер құқығын қорғауға арналған және қоғамдағы маңызды мәселелерді көтерді. Баянның бұл жобасы тек өнердің құралы ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік өзгерістерді насихаттаудың тәсілі ретінде маңыздылығын арттырады. Баян Мақсатқызының өмірі мен шығармашылығы көпке үлгі боларлық жол. Ол тек кәсіби жетістіктермен ғана емес, адамгершілік құндылықтармен де ерекшеленді. Оның әрбір жобасы мен еңбегі Қазақстанның мәдениеті мен өнеріне жаңа дем беріп, көпшіліктің жүрегінен орын табады. Оның әрбір жобасы мен еңбегі Қазақстанның мәдениеті мен өнеріне жаңа дем беріп, көпшіліктің жүрегінен орын табады. Раушан саған кім болады? Кім болғанда? Я его девушка. О